Егер оқушылар қате жазса, оларға ұрсу керек па? Егер оқушылар бір типті қателерді жібере берсе, ол бала екімен оқитын оқушы ма? Немесе ол баланың есте сақтау қабілеті нашар ма? Неге олар қашанда қате оқиды? Бұл балада қандай мәселе? Бәріне сәлем, мен логопед-дефектолог Гүлсара Ниязқызы. Балалардың қате жазуы, қате оқуы, ол әрине көп жағдайда алаңғасарлықтан болуы мүмкін. Бірақ ол алаңғасарлықтың да өзінің ғылыми атаулары болады. Қате жазатын оқушыларды біздер дисграфиясы бар балалар деп атаймыз. Яғни жазу қабілетінің бұзылуы. Бала егер бір типті қатені әрқашанда қате жібере беретін болса, бұл балаға ұрсу емес, керісінше көмек керек болады. Бұндай балаларға дефектолог маман көмектесуі тиіс. Немесе өзіңіз үй жағдайында балаңызға көмектесу қажетсіз. Бірақ ол үшін ең алдымен сіздің балаңызда қандай бұзылыс екенін анықтап алайық. Егер бала белгілі бір дыбыстарды айта алмаса, р дыбысын, с, ш дыбысын, немесе ж дыбысын айта алмайтын болса, бұл бала жазған кезде де дәл солай лакета деп жазуы мүмкін, лаушан гүл деп жазуы мүмкін, немесе әртүрлі қышқан деп жазуы мүмкін, т дыбысы болмайтын болса, немесе сәрик деп жазуы мүмкін, немесе сар деп. Ал бұл дегеніміз баланың артикуляторно-акустикалық бұзылысы бар, яғни артикуляторно-акустикалық дисграфияға ұшыраған бала десек те болады. Ал енді керісінше бала әрқашанда тек қана ұқсас дыбыстарды бір-бірінен ажырата алмайтын болса, бұл бізде акустикалық дисграфия болып саналады. Яғни бала б мен п-ны, т мен д-ны, к мен г-ны, ж мен ш-ны, с мен з-ны деген секілді бұзылыстары кездесетін болса, бұл балада көп жағдайда акустикалық дисграфия болып саналады. Ал енді мынадай қызық жағдайлар бар. Кейбір балалар жазған кезде керісінше жазып қояды. Мысалы, с дыбысын былай салу керек болса, ол алып былай салып қоюы мүмкін. Немесе д дыбысын жазған кезде былай жазу керек болса, керісінше оны б дыбысы қылып салып қоюы мүмкін. Сонда бұл балада қандай бұзылыс деп ойлаймыз? Кейбір балалар керісінше жазады, яғни сөзді соңынан бастап жазады. Кейбір балалар барлық әріптерді теріс жазып қояды. Өте қызық жағдай. Бұл көп жағдайда баланың көріп қабылдау қабілеті бұзылған болып саналады. Бұндай балалар оптикалық дисграфияға ұшыраған балалар. Ал енді келесі баланың анализ-синтездік дисграфиясы. Бұндай бұзылысқа ұшыраған балалар өте көп жағдайда сөздің грамматикалық құрылымын сақтай алмайды. Яғни анализ-синтез жасау барысында балада үлкен қиындықтар туады. Бала үш сөзден тұратын сөйлемді бір-бірінен біріктіре алмауы мүмкін, немесе септік жалғауларын пайдалана алмауы мүмкін, немесе тағы да сол секілді көптеген баланың бұзылыстары болуы мүмкін. Одан кейін аграмматикалық дисграфия. Аграмматикалық дисграфия кезінде өте көп жағдайда балалар артық сөз жазып қояды, артық дыбыс жазып қояды. Немесе керісінше белгілі бір дыбысты тастап кетеді, мүлдем жазбай кетеді. Немесе мысалы домбыра деген сөз болса, дом, бра деп екеуін екі бөлек жазып қоюы мүмкін. Міне, осындай бұзылысты біздер аграмматикалық бұзылыс дейміз. Жалпы қате жазатын балаларға көмектесуге болады. Ол үшін міндетті түрде ата-ана тарапынан, маман тарапынан, яғни дефектолог, логопед-дефектолог маман, одан кейін баланың сынып жетекшісі тарапынан үлкен көмек керек болады. Неге? Себебі бұл балада бұзылыс емес, бұл балаға кәдімгі көмек керек бала. Яғни ол баланы сөгіп, немесе ұрсып жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы, егер сіздерге дәл осындай типтегі видеолар, кеңестер қызық болса, ұнаса, астына комментарий қалдырып, келесі тақырыпты таңдаңыздар. Және менің парақшама подписация етіп, жазылып, ақпараттармен бөлісуді достарыңызбен, көршілеріңізбен, құрбыларыңызға таратуды ұмытпаңыздар.